Ихтиол дегеніміз не? Ол қандай ауруларға тағайындалады және ихтиол жақпасы кімге зиян тигізуі мүмкін? Біз осы шығарылымда осының барлығын және тағы басқаларын қарастыратын боламыз. Сондықтан бейнені соңына дейін қараңыз. Әрі ақпарат сіз үшін өте пайдалы болады деген үміттеміз. Ихтиол дегеніміз не? Ихтиол немесе ихтамол. Бұл аммоний битумина сульфанатының қою заты. Ол жанғыш тақтатастарды газдандыру және жартылай кокстеу кезінде пайда болатын шайырлардан алынады. Ал олардың дене атаулары ежелгі грек тілінен аударғанда балық деген мағынаны білдіреді. Бұлай аталуының себебі қазба қалдықтарындағы теңіз мекендеушілерінің шайырдың ыстық тақтатастарында көп сақталуына байланысты. Медициналық тәжірибеге ихтиолды алғашқы рет 1886 жылы неміс дәрігері Пол Унна енгізді. Содан кейін Германияда тері аурулары, ревматизмді емдеуге арналған жаңа дәрілік препараттар туралы кітабы жарық көрді. Ихтиол негізіндегі препарат аналгетикалық, қабынуға қарсы және антисептикалық әсерге ие. Ол ихтиол жақпасының белсенді ингредиенті ретінде сыртқа қолданылады және майшамның да құрамында қолданылады. Ихтамол жақпаның негізгі белсенді ингредиенті болып табылады. Сондай-ақ жақпа құрамында медициналық вазелин кіреді. Ол препараттың теріге таралуын тездетеді, бетіне қорғаныс пленкасын жасайды. 20 ғасырдың басында ихтиолдың 30% эфир спирттік ертіндісі мигренге қарсы дәрі ретінде қолданылды. Ал драже түрінде жалпы күшейтетін зат ретінде пайдаланылды. Ихтиол жақпасының пайдалы қасиеттері. Ихтиол жақпасы біріншіден табиғи, екіншіден қымбат емес, үшіншіден көптеген қымбат аналогтармен салыстырғанда тиімдірек болып келеді. Оның табиғи негізі патогендік микрофлораның зиянды бактериялар мен микроорганизмдердің белсенділігімен күресуде тиімді болып табылады. Ол эпидермистің тері астындағы қабатына оңай еніп шырышты қабаттарға күрделі әсер етеді. Біріншісі анальгетикалық әсер. Қабынған бұлшықет тінінің терең қабатына енген кезде ихтамол қабыну процестерін блоктайды. Іріңнің пайда болу аймағында ауырсыну, жану, шаншу қарқындылығын төмендетеді. Екінші бактерияға қарсы әсері. Белсенді зат ихтамол бөртпелерді, безеулерді, акне және фурункулезді тудыратын бактериялардың әртүрлі түрлерін тиімді түрде жояды. Стафилококк және стрептококк сияқты жұқпалы қоздырғыштарды өлтіру арқылы ихтиол терінің тез жазылуына және жаңа сау жасушалардың пайда болуына ықпал етеді. Үшінші қасиеті грибокқа қарсы әсері. Ихтамол әртүрлі дерматофиттердің өсуі мен белсенділігін тежейді. Кандидоз саңырауқұлақтар мен анихамикоздың көбею процесін бұзады. Осының арқасында препарат тырнақ пен тері грибогын емдеуде өте жақсы қолданылады. Ихтиол жақпасы қандай ауруларға көмектеседі? Сыртта қолданған кезде ихтамол іріңнің жетілуін тездетеді. Бұл адамға ауырсыну тудыратын шиқандар мен безеулерден тезірек арылуға көмектеседі. Тері астындағы қабатта тіндердің трофикасы жақсарады. Жүйке ұштарының сезімталдылығы төмендейді. Қан айналымы жақсарады және жану, қышу мен жергілікті температура төмендейді. Кешенді емдеуде ихтамол жақпасы терінің қызыл киік қабынуын жеңе алады. Термиялық күйіктер немесе гипотермияның салдары, сонымен қатар экзема, травматикалық және қабыну сипатындағы невралгияға жақсы көмектеседі. Сонымен қатар жергілікті тітіркендіргіш әсерінің арқасында созылмалы артрит пен подагра кезінде ауырсынуды айтарлықтай жеңілдетеді. Сонымен қатар косметология саласында кеңінен қолданылады. Құралмен емдік маскалар жасалады. Жақпа қабынуға қарсы әсер етеді. Әжімдермен күресуге көмектеседі. Әртүрлі аурулармен күресте тиімділікті арттыру үшін ихтиол және оның спирттік ерітінділері әртүрлі қоспалармен, мысалы шайыр, күкірт, коллаген және басқа компоненттермен қолданылады. Гинекологтар мен проктологтар көбінесе жатыр түтіктерінің инфекциялық зақымдалуы және параметрит, простатит сияқты зәр шығару жүйелерінің қабыну патологияларын, сондай-ақ проктит, парапроктит, жарықтар мен геморройды емдеудегі кешенді терапияда кеңінен қолданылады. Ихтиол жақпасын қолдану әдістері. Препарат тек сыртқы қолдану үшін ғана арналған. Ол терінің қабынған жеріне тіке жағылмайды. Процедурадан бұрын жараның қосымша инфекциясын болдырмау үшін қолды мұқият жуып алу керек. Бірінші, фурункулез кезінде қабынған безге немесе абсцесске аз мөлшерде жақпа қолданылады. Таза дәке немесе матадан жасалған таңғышты жоғарыдан бекіту керек. Оны 6-8 сағатқа қалдырыңыз. Процедураны ірің піскенге дейін 3-5 күн бойы қайталау керек. Екінші, стрептодермия мен стрептококк инфекциялар кезінде.
Емдеу үшін сізге аппликация түріндегі 10% жақпа қажет. Өнімді пергамент қағазға жұқа қабатпен ауыратын аймаққа жағып, компрессті лейкопластырмен бекіту керек. Артынша күніне бірнеше рет ауыстырып отыру қажет. Үшінші, безеу кезінде. Ихтиол жақпасы әр қабынған жерге тура жағылады, бірақ сүртілмейді. Өнім 2-3 сағатқа қалдырылады. Содан кейін салицил спиртіне немесе косметикалық тоникке малынған мақта тампонымен ақырын жуып алу керек. Процедура безеуді кетірмес бұрын күн сайын қайталану керек. Сонымен бірге безеулерге арналған маска да пайдалы. Ол үшін жақпаны шай ағашының майымен араластыруға болады. Алынған қоспаны бетке жұқа қабатпен көз бен еріннің айналасындағы аймаққа жағып 1 сағатқа қалдырылады. Масканы таза сумен жууға болады. Ал курсты аптасына 1 реттен ғана жасауға болады. Төртінші, созылмалы артрит немесе невралгияны емдеу кезінде. Емдеу үшін өнім біркелкі қабатта қолданылады. Жағымды жылу пайда болғанға дейін теріге ақырын жағылады. Буын аймағындағы терінің өңделген аймағын қыздыру үшін таңғышпен орап, оны лейкопластырмен бекіту керек. Бұл эпидермиске қан ағымын күшейтеді. Дәрілік заттардың теріге және жүйке ұштарына түсуін тездетеді. Бесінші, геморрой кезінде. Жақпа тек өршу кезінде қолданылу керек. Негізінен анальды жарықтар немесе геморроидтық түйіндердің зақымдану кезінде қайталама инфекция пайда болады. Парапроктит қауіп артады. Асқынуларды болдырмау үшін өнімнің аз мөлшері проблемалы аймаққа қолданылады. Емдеу курсы 5-7 күн. Ұйықтар алдында жақпа жағыңыз, түнге қалдырыңыз. Таңертең сабынсыз жылы сумен шайып тастаңыз. Алтыншы, күйік немесе үсік кезінде. Бұл жағдайда жақпа анальгетикалық әсеріне байланысты қабынуды жеңілдетеді. Бактериялардың дамуына жол бермейді. Жасушалардың регенерациясын тездетеді. Бірақ ихтиол жақпасын жараның жаңа эпителий жұқа қабаты пайда болғаннан кейін ғана қолдануға болады. 2 граммнан аспайтын препаратты зардап шеккен аймаққа таратып жағу қажет. Дәкемен орап таңғышпен бекітіледі. 8-10 сағатқа қалдырылады. Процедура 3-5 күн ішінде қайталанып отыру керек. Жетінші, гинекологиялық аурулар мен простатит кезінде. Жамбастың төменгі жағының қабыну кезінде жақпаны глицеринмен немесе кастор майымен тең пропорцияда араластыруға болады. Мақта тампондарын осы қоспамен қанықтырыңыз. Оларды қынапқа мұқият енгізіңіз. Процедураны ұйықтар алдында 3-4 күн бойы қайталау керек. Егер ыңғайсыздық немесе жану сезімі пайда болса, емдеуді тоқтатқан дұрыс. Ал ішкі ағзаларды емдеуге келетін болсақ, ихтиолы бар суппозиториялар простатитке және әйелдерде аналық безбен жатырдың қабынуына көмектеседі. 8-ші, қара нүктелерден. Бұл жақпа қара дақты ертуге бағытталған. Терге жаппай жағуға болмайды. Тек жұқалап нақты қара нүктелерге жағу керек. Шамамен 1-2 сағат ұстау керек. Кейін жылы сумен жуып тастауға болады. Және сіз мақта тампонын қолдана аласыз. Ол еріген қарадақтарды ішінара тазалайды. Содан кейін косметикалық сұйықтықпен сүртіп тазартып тастауға болады. 9-шы, комедондар мен тері пораларын тарылту үшін. Кішкене контейнерді 1 шай қасық ихтиолды глицеринмен араластырыңыз. Мақта тампонымен қоспаны терінің зақымдалған аймағына жағыңыз. Қоспаны 1 сағат ұстаңыз. Жақсы әсер ету үшін оны сумен жуып тастау керек. Процедураны 1 апта бойы жүргізу ұсынылады. 10-шы, терінің аллергиялық зақымдануы, экзема немесе дерматит кезінде. Ол үшін аз мөлшерде жақпа жұқа қабатқа жайылып, кептіріліп түні бойына қалдырылады. Ихтиол жақпасының зияны мен қарсы көрсетілімдері. Көп жағдайда ихтиол жақпасымен емдеу асқынусыз өтеді. Жақпа тіпті жүкті әйелдерге де тағайындалады. Өйткені қалған жақпалар әлде қайда қауіпті болып келеді. Ал ихтиол іс жүзінде жүйелік қанға сіңбейді. Өнімді ашық қан кететін жараларға, жаңа кесілген жерлерге және күйіктерге жағуға болмайды. Сондай-ақ жеке төзімсіздік кезінде. Оны көзді, ауыз қуысының ішіндегі шырышты қабықтарды емдеуге қолдануға болмайды. Сирек жағдайларда жақпа компоненттеріне бөртпе, қызыл дақтар, жану және қатты қышу түріндегі аллергиялық реакциялар пайда болуы мүмкін. Егер мұндай белгілер пайда болса, жақпаны қолдануды тоқтату керек. Жақпа 12 жасқа дейінгі балаларға да ұсынылмайды. Ихтамол құрамында йод, ауыр металл тұздарына негізделген ерітінділер және әртүрлі өсімдік немесе синтетикалық алкалоидтары бар препараттармен бірге бір мезгілде қолданғанда зиян келтіруі мүмкін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.